бізге банкроттыққа тапсырған тиімді, банкроттыққа зерттеуге тапсырған тиімді. Өйткені банкроттық зерттеу жасап қандай кемшіліктер кетті соны анықтаймыз. Сосын сол бойынша банкроттыққа арыз тапсырамыз, соттан тыс болсын. Сосын егер банкроттыққа арыз тапсырғаннан кейін соттар қайтарып тастаса, тегін жеке шағым жазамыз. Одан кейін қайтадан талқылаймыз. Қазірдің өзінде 3-4 ай бойы айналдырып, қайтадан тапсырып, кемшіліктерін әдетке келтіріп тапсырып жатқандарымыз бар. Мұның бәрі өкінішке орай соттағы проблемаларға байланысты. Мінекей қараңыздар, мына қолымда менің осы кезде жоғары сотқа жазылған қаржы министрінің құжаты тұр. Осы біз қанша арыз жаздық, соның нәтижесінде жоғары сотқа ұсыныс беріп жатыр. Мынандай қателіктер бойынша соттар негізсіз қайтарады деп. Мінекей соның бәрін біз қолға алып жұмыс істеп қазір 1,5 жыл бойы практиканы бір ізге түсіріп, бірізділікке жете алмай жатырмыз. Соған байланысты кешіктірулер болып жатыр. Бізге тапсырған тиімдісі мінекей осында. Біз барынша аяғына дейін апарып, іс қозғалғанша қолымыздан келгеннің бәрін істеп жатырмыз. Кеше бір ағайындарымызға, бауырларымызға тегін апелляциялық сатыда іске қатысатын болып келісімге келіп те жатырмыз. Сол тек ұтқан жағдайда, жеңіске жеткен жағдайда ғана төлейді, оған дейін істемейді. Соттан тыс банкроттықта да дәл солай. Егер де отказ беретін болса, оның отказын заңдылығын бәрін қараймыз, негізділігін соған қарай ұсыныс айтамыз, түсіндіреміз. Қажет болса шағымдар жазамыз. Сонымен ағайындар, егер банкротқа тапсыру керек болатын болса, тек қана бізге тапсырыңыздар. Біз өйткені аяғына дейін апаруға барлық күш жігерімізді саламыз.